Ұлы жібек жолы бағдарламасын дамытуда Қазақстан айрықша маңызға ие. Кәрі құрлықтағы шығыс пен батысты байланыстыратын тас жолдың басым бөлігі еліміздің кесіп өтетінін ескерсек, оның мемлекетке берер пайдасы зор. Еліміздің стратегиялық зерттеулер институты өткізген халықаралық жиында әлем сарапшылары осындай пікірлерін айтты. Қытай, Ресей, Иран, Монғолия, Грузия, Әзербайжан, Қырғызстан мен Қазақстан сарапшылары ұлттық логистикалық стратегиямыз жайында не ойлайды? Экранға зер салайық. Қазір Қазақстан кезең-кезеңмен өзінің көлік транзиттік стратегиясын жүзеге асыруда. Бұған осы саладағы ауқымды жобалар дәлел бола алады. Қытай-Қазақстан темір жолы, Батыс Еуропа, Батыс Қытай автодәлізі қыруар жобалардың бір парасы ғана. Ұлттық көліктік стратегияны құру ол тек жол салып қана қою емес, оның маңызды бір бөлігі көліктік логистикалық жүйенің қалыптасуына атсалысу. Өз кезегінде ол қауіпсіздік, сапаның артуы, жүк тасымалының жеңілдетілуіне әкеледі. Жүз нақты қадам ұлт жоспарында көрсетілгеніндей, жаңадан салынып жатқан күре жолдарды қажетті инфрақұрылыммен қамтамасыз ету үшін үкіметаралық келісімдер жүргізілуде. Бұл осы бағыттарда орналасқан өңірлердің тұрақты дамуы үшін қажет. Қазақстан президенті жанындағы стратегиялық зерттеулер институты өткізген жиын барысында сарапшылар Еуразиялық көліктік дәлізді дамытуда еліміздің елеулі қызмет атқаратынын айтты. Олардың сөзінше, көліктік жолдардың бір бағыты солтүстік арқылы Ресейге, екіншісі Еуроодақ елдеріне және тағы бір саласы Каспий арқылы Кавказ, Түркия, Ираннан өтіп, Парсы шығанағына жол ашуы барлық елдер үшін экономикалық тұрғыдан өте тиімді. Біздер үлкен инфраструктуралық құрылымды жобаларды жүзеге асырудамыз, жаңа жолдарды салудамыз, стратегиялық маңызы бар. Ендігі мақсат осы салынып жатқан жолдардың тиімділігін арттыру. Ол үшін біздер біртұтас транспорттық, транзиттік жобаларды іске қосатын біртұтас логистикалық жүйені қалыптастыру. Оның мақсаты кез келген тауардың айналымын тиімді, тез уақытында жедел қамтамасыз ету. Қазақстан крайне удачный география. Сіздердің мемлекеттеріңіздің көлік логистикалық қарқыны жоғары. Қазақстан Еуропа мен Азияны жалғастырып тұрған көпір іспетті. Сол себепті көлік тасымалы бағытындағы мемлекетаралық серіктестікті нығайтуда ерекше маңызға ие. Қазір Нұрсұлтан Назарбаевтың жібек жолы экономикалық белдеуі мен Еуразиялық экономикалық одақ жобаларын ұштастыру туралы бастамасы әлем сарапшылары мен саясаткерлерінің қолдауын тауып отыр. Бұл Қазақстан үшін де өте тиімді. Ал Қытай елінен келген сарапшылар болса, Нұрлы жол бағдарламасына ерекше ықылас танытуда. Себебі оның жібек жолы экономикалық белдеуі бағдарламасымен астарлас тұсы көп. Бұл екі ел арасындағы әріптестікті одан әрі дамытады дейді сарапшылар. Жібек жолы экономикалық белдеуі мен Нұрлы жол бағдарламаларын салыстырсақ, екеуінің өзара ұқсастықтары көп. Бұл екі жақты қарым-қатынасты тек энергетика саласында ғана емес, сонымен қатар инфрақұрылым, ауыл шаруашылығы, химия, логистика және қаржы саласында да әріптестікті нығайтуға септігін тигізеді деп санаймын. Қазақстан бүгін жібек жолы экономикалық белдеуінің ең негізгі бөлігі екені белгілі. Президент Нұрсұлтан Назарбаевтың бастамасымен мемлекетаралық әріптестік нығая түсті. Жібек жолы жобасын жаңғыртудың маңызын барша жұрт түсінді. Жақында Қазақстан, Әзербайжан мен Грузия теміржол консорциумын құру жөнінде келісімге келген болатын. Ол Каспий арқылы жүк тасымалына мүмкіндік береді. Бұл барлық елдер үшін тиімді болмақ. Жиын соңында көлік логистикасы саласындағы отандық және шетелден келген сарапшылар жаңа ұсыныстарын ортаға салды. Бұл жібек жолы экономикалық белдеуін одан әрі дамытуға өз үлесін қоспақ дейді сарапшылар. Талғат Уәли, Азамат Саметов, қорытынды жаңалықтар.